Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін құрамы өте қарапайым, үйдегі бар азық-түліктерден жасалынатын, өте дәмді әрі тез дайын болатын таңғы ас дайындаймын. Немесе бестік шайға да дайындасаңыз болады. Видеоны соңына дейін қарап, жасап көріңіз. Сізге ұнайтынына 100% сенімдімін. Ең алдымен бізге осындай орташа көлемде 4 дана картоп, 2 жұмыртқа және көк пияз қажет болады. Картопты осылай үкіштің үлкен жағынан өткіземіз. Құрметті көрермендер, каналға әлі тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп қоюды ұмытпаңыз. Себебі каналымда бір жасағаннан шығатын барлығы сәтті рецептер. Барлық картопты осылай үкіштен өткізіп болдым. Енді жарты шай қасық тұз салып, барлығын жақсылап араластырып 2-3 минутқа қалдырамыз. Одан кейін табаға сұйық май құйып қыздырамыз. 2-3 минуттан соң осылай картоптың суы шығады. Басқа ыдысымызға картопты сығып салып аламыз. Енді қызып тұрған табаға картопты саламыз. Астындағы от орташа отта тұруы қажет. Содан соң қасықпен немесе күрекшенің көмегімен жан-жағын ортасын барлығын біркелкі етіп жайғастырып аламыз. Енді қақпағын жаппай 2-3 минутқа қалдырамыз. Көк пиязды осылай ұсақтау етіп турап аламыз. Одан кейін 2 жұмыртқаның үстіне дәміне қарай тұз, қара бұрыш салып, жақсылап араластырамыз. Табадағы картоптың үстіне жұмыртқаны құямыз. Қасықпен біркелкі етіп барлық жағына жайып шығамыз. Одан кейін үстіне көк пиязды саламыз. Енді бетін жауып, төменгі отта 7-8 минут боқтырамыз. Минуттан соң осылай екінші жағын аударамыз. Күрекшенің көмегімен бізде міне қызарып, әдемі осындай қытырлақ қалпын жоғалтпау үшін енді бетін жаппаймыз. 2-3 минутқа төменгі отқа қалдырамыз. Осымен біздің өте дәмді, оңай жасалынатын, небәрі 15 минутта дайын болатын асымыз дайын. Өте дәмді болып шығады. Сырты қытырлақ, ортасы жұмсақ. Видеоны соңына дейін қарағаныңызға көп рахмет. Егер сізге видео ұнаса, лайк басып, каналға тіркеліп қоюды ұмытпаңыз. Сіздермен болған ол мекен. Астарыңыз дәмді болсын. Хош сау болыңыздар.